Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге тағы да пайдалы ақпаратпен бөлісетін болам. Әне жаңғақ туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Жаңғақтың дене үшін пайдасы санап бітіре алмайтындай дәрежеде өте көп. Калий, магний, фосфорға өте бай. Құрамында жоғары мөлшерде протеин және омега-3 элементі бар. Жаңғақ әсерлі калория, протеин, талшық, витаминдер мен минералдар көзі. Жаңғақ дәнінің беткі қабатының қыртыстары мидың көрінісіне ұқсайды. Күніне 1-2 дана жаңғақ жеу ми саулығы мамандары тарапынан табандылықпен ұсынылуда. Төменде жаңғақтың кейбір пайдалары тізбектеледі. Зейін бытыраңқылығын кетіреді, сүйек пен тістерді қуаттандырады, денеге қуат береді, туберкулезден қорғайды, тамыр қартаюының алдын алады, қан айналымын жақсартады, іш өтуін тоқтатып, теріні тазалайды, сүйелдерді кетіреді, асқазандағы желді кетіреді, тұмауға жақсы әсер етеді, жөтелді тоқтатады, шаршағандықты және әлсіздікті кетіреді, ісік қалыптасуына бөгет болады, қан қоюлануының алдын алады, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Өкпеге, асқазанға және миға қуат береді, ойлау қабілетін дамытады, жүректі қуаттандырады, қанды тазалайды, холестериннің азаюын қамтамасыз етеді, қауіпсіз антиденелерге бөгет болады, жүйке жүйесін қуаттандырады, бауырдың функцияларын реттейді, қант диабеті науқастар үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Жаңғақтың майы асқазан және ішектерді тазалайды, жұмсақ болуын қамтамасыз етеді. Жаңғақтың майы беттегі дақтарға жағылып, мастар жасалса кетеді. Балмен араластырып желінген кезде суық деген асқазанға жақсы әсер етеді. Жаңғақтың жапырақтарынан алынған юкон элементі фармакологияда қан тазалаушы және қуат беруші ретінде қолданылады. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып, балмен араластырып ішілсе, қан аздығына жақсы әсер етеді. Қорытылуы қиын болғандықтан бауыры ауыратындар жаңғақ жемеуі керек. Ендеше жаңғақ қабығының ең пайдалы тұстарын толығымен сіздерге түсіндіре кетейін. Жаңғақ қабығы салмақ жоғалтуды қолдайды. Бұл қатерлі ісік қаупін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар стрессті азайтады. Ішектерді тазартуға көмектесетін жаңғақ қабығы жүрек денсаулығын сақтауға көмектеседі. Ұйқыңызды ретте алатын жаңғақ қабығы иммунитетті нығайтып, қуат береді. Омега-3 май қышқылдары жүрек ауруларынан аулақ болу және жүректі қорғау үшін өте маңызды. Жаңғақ қабығында осы май қышқылдары бар. Жаңғақ қабығының суын ішкен кезде сіз омега-3 май қышқылдарының қажеттілігінің белгілі бір бөлігін қанағаттандыра аласыз. Ұйқыңыз қиын болса, жаңғақ қабығы шырынын ішуге болады. Денені босаңсыту әсері бар жаңғақ қабығы шырыны үзіліссіз және сау ұйқы үшін маңызды. Жаңа күнді энергияға толы бастағыңыз келсе, сізге сау ұйқы қажет екенін ешқашан ұмытпаған жөн. Жаңғақтың сыртқы қабығы кейбір ауруларды емдеуге тірек ретінде пайдалануы мүмкін. Ол сонымен қатар шаш, тырнақ және тері күтіміне арналған косметикалық бөлшек ретінде ерекшеленеді. Жаңғақтың сыртқы қабығын шай сияқты қайнатып ішуге болады. Түрлі пайдасы бар грек жаңғағының сыртқы қабығын тастамай, суды қайнатып ішуге болады. Осылайша сіз дұрыс тамақтануды қолдай аласыз. Сіз жаңғақ қабығының шырынын тұтыну арқылы иммунитеттік жүйеңізді нығайтуға көмектесе аласыз. Сонымен қатар жаңғақ қабығын қайнатып, суық тию сияқты ауруларды емдеуге ішуге болады. Жаңғақ қабығының суын ішу де антиоксиданттық әсерден пайда алуға мүмкіндік береді. Осылайша тыныс алу жолдарын тазартуға, денеңізден бактерияларды жоюға қолдау көрсетіледі. Жаңғақ қабығы шырынын қалай дайындау керек? Жаңғақ қабығын жақсылап жуғаннан кейін оларды кастрөлге қосуға болады. Содан кейін жаңғақ қабығын аздап жуу үшін жеткілікті мөлшерде су қосу керек, яғни 1 литр шамасында. Суды қосқаннан кейін қайнатуға болады. Қайнаған суды өшіргеннен кейін температураның аздап өтуін күтуге болады. Жаңғақ қабығының шырынның балғындығына назар аударылғаныңыз жөн. Салқындағаннан кейін су дайын болады. Жаңғақ қабығының препараттары иммундық жүйеге әсер етеді, оны нығайтады және сыртқы және ішкі ортаның жағымсыз факторларына төзімділікті арттырады. Басқа да көптеген пайдалы тұстары бар. Ауыз бен мұрынның шышты қабығын емдейді, қан тамырларын тазартады, қанды сұйылтады, тромбоздың алдын алады, жөтелді жеңілдетеді, ісіктердің пайда болуына жол бермейді, тері ауруларын емдейді, жараларды емдейтін әсері бар. Еріксіз зәр шығару үшін қолданылады. Қан қысымын төмендетеді, түнгі ұйқыны жақсартады, бас айналу, кекірумен әрекет етеді. Косметикада қолданылады. Жаңғақтардың қабығын үйде шашты бояу үшін қолдануға болады. Бұл шашқа қара реңк беріп қана қоймайды, сонымен қатар оның қалың, жылтыр етеді.
Жаңғақ қабығы келесі салаларда көмектеседі: дерматологиялық, әртүрлі тері түрлеріне арналған косметикалық күтімді қамтамасыз етеді, жарыларды емдейді, жатырдан қан кетуді тоқтатады, ревматизмде, бірлескен ауруларда ауырсынудың қарқындылығын төмендетеді. Агент емдік тіс пасталарының құрамына қосылады, қызыл еттің нығайтады, жүгеріден құтылуға көмектеседі. Шаю ретінде бадамша бездерде ауыз қуысына қабынуды жеңілдетеді, таздың алдын алады, шашқа күтім жасайды, сұр шашты жасыруға, оны бояуға көмектеседі, шамадан тіс терлеуді жеңілдетеді, жүйке жүйесін тыныштандырады, артық холестеринді кетіреді, микробқа қарсы әсер етеді. Жаңғақ қабығын қолдануға болмайтын қарсы көрсеткіштер: жаңғақтың қабығы немесе жасыл қабығы негізінде жасалған дәрілік препараттарды сақтықпен қолдану керек. Бұл денеде күшті реакция тудыруы мүмкін, жоғары аллергенді өнім. Сондықтан шикізаттың құрамдас бөліктеріне жеке төзімділігі бар немесе тағамдық аллергияға бейімділігі бар адамдар емдеудің басқа құралдарын қолданған жөн. Дені сау адамдарда қабық пен суперкарбтың құрамындағы жаңа бейтаныс қосылыстарға дененің жоғарғы сезімталдық көріністерінен иммунитетке ие емес. Әдетте жемістің бұл бөліктері тамақ үшін пайдаланылмайды. Сондықтан организмге жаңа дәмдер мен заттарға біртіндеп үйренуге мүмкіндік бере отырып, ең аз мөлшерден препараттарды қабылдаған дұрыс. Осымен сіздерге бүгінге дайындаған ақпаратым тамам. Өздеріңізге керектісін, пайдалы жақтарын түртіп алсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.